Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қайырлы таң. Көңіл күйлеріңіз қалай? Қазіргі өтетін сабағымыз қазақ тілі сабағы. Қазақ тілі сабағы бойынша танысатын тақырыбымыз мәтін және оның түрлері. Оқушылар, оқулығымыздың 30-шы және 31-ші бетін ашып дайындала қояйық. Оқушылар, суретте қандай жәндікті көріп тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, бұл құмырсқа. Оқушылар, 49-шы жаттығуға қарай қойыңдар. Мәнерлеп оқып шығайық. Сендерде қолдарымен жүгіртіп отырып оқып шығыңдар, иә? Құмырсқа ұйымдасып жұмыла жұмыс істейтін жәндік. Құмырсқалар ұйымшыл келеді. Орманда жүріп адасып кетсеңіз, құмырсқаның үйлеуіне қарап бағыт-бағдарды анықтауға болады. Өйткені құмырсқалар өз үйлеуін тек солтүстікке қаратып салады екен. Олар өлген шыбын-шіркейді, басқа да зиян заттарды жеп, қоршаған ортаны тазартады. Табиғатқа көп пайда келтіреді. Сондықтан олардың үйлеуін бұзбаған, баспаған дұрыс. Қайта оларды қорғау керек. Оқушылар, сендер де менімен бірге оқып отырдыңдар ма? Жарайсыңдар. Ендеше сұрақтарға назар аударайық. Құмырсқа жайлы сен не білесің? Оның үйі қайда орналасады? Құмырсқа не себепті еңбекқор жәндік деп аталады? Осы сұрақтарға оқушылар кері байланыспен аудио арқылы жауап берсеңдер болады. Жазылым. Алдымен дәптерлеріңізді ашып, күннің жадын жаза қойыңдар. Бүгін қыркүйектің 22-сі сынып жұмысы. Тапсырма. 50-ші жаттығу сөйлемдердің жалғасын тауып, көшіріп жаза қойыңдар. Оқушылар, тапсырмаларды орындап болған болсаңдар, маған кері байланыс жібере қойыңдар. Қазақ тілі сабағынан тапсырмалар аяқталды. Сау бола қойыңдар.